Короче, қысқасы айтайын деген пока рахаттана алу керек еще осы өмірде. Рахаттану дегенде қалай айтқым келіп тұр, пока танымал мен болмай тұрған кезінде рахаттанып алып өзім білген жасағым келіп тұр. Короче, қалай айтсам болады. Қара, танымал боласың, сосын бағыты кардинально өзгереді, прямо кардинально. Біреу сені қарайды, сенің нелерін, өмір баяндарын қарайды, біреулер не істейді. Короче, сен не сатып аласың, не аласың, не ұнатасың, анау. Короче, сенде арттарында қарап жүреді, қайда кетесің, қайда барасың. Негізі мен адам көп танымал болғым келмейді, бірақтан менің арманым енді жоғарға, енді орысша айтқан кезінде взял вверх, берет вверх. Короче, и как сказать, қалай айтсам болады, амбиция. Короче, орысша мен қазақша мен аралас сөйлейтін бармын, бірақтан мында сосын айтарым бар, неден пока танымал болмай тұрып, спокойно жүріп, өз өміріне рахаттанып, ешкім саған дымда демейді, ешкім сен мынаусың ба, сен анаусың ба деп саған дымда демейді. Просто жүресің, дүкенге барасың, өзің білгенін сатып аласың, ешкім саған қарамайды, не жейсің, не екенді, анау. Короче, рахаттану керек қой. Танымал болғасын, сосын танымал болғасын, өмірің кардинально өзгереді ғой. Пока рахаттана алу керек. Ол қазір қалай айтсам болады, алатын уақыттар ғой негізі. Спокойно жүруге, дүкенге спокойно жүруге, адамдар тауып алмай, келмей, білмеймін вообще. Бір жағы жақсы, жетістікке жеткен, бір жағы жаман. Какой цена будет по таким образом? Солай болуы мүмкін.